Баршаңызға сәлем. Бүгін мен үйдегі бар заттармен пицца әзірледім. Ол үшін алдын ала ашытып қойған қамырымды қолдандым. Жалпы қамырдың құрамын описание бөлімінен қарауларыңызға болады. Қамырды бірнеше бөліктерге бөлдім. Менде 4 бөлік шықты, демек 4 пицца әзірледім. Байқап отырсаңыздар, қамырым менің жұмсақтау, яғни қатты емес. Достар, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қамырым менің жұмсақтау болғандықтан, кішкене ұнды себе отырып, осылай домалақша етіп жайып алдым. Осы кезде пешті қыздырып, дайындап қоюымызға болады. Қамырымызды біздің домалақ етіп жайып алғаннан кейін, табамыздың бетіне пергамент қағазын немесе жақсылап майлап барып салсаңыздар да болады. Мен пергамент қағазын қолдандым. Енді бетіне үйдегі қысқа арнап жапқан аджигаға кішкене майонезді қосып, екеуін жақсылап араластырып алдым. Сөйтіп, қамырымның бетіне толықтай жағып шықтым. Бұл жерде кетчуптың орнын мен өзіміздің аджигамен алмастырдым. Дәмі өте керемет болып шығады, жасап көрсеңіздер болады. Одан кейін колбасамызды осылай домалақша етіп турап, бетіне әдемілеп қойып шықтым. Келесі тұздалған қиярды да қолдандым. Тұздалған қиярды да дәмі өте ерекше болып шығады. Енді әркім қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Қызып тұрған пешке салып алдым. 15 минутта піскеннен кейін мінекей бетіне осылай сырды себелеп шықтым. Сырды осылай піскеннен кейін қойса, өте әдемі болып шығады. Сырды сеуіп болғаннан кейін жаңағы пешімізге тағы да 2-3 минутқа қойып аламыз. Мінекей менің пиццам әзір болды. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп дастарханымызға ұсынуымызға болады. Менің жеңіл рецептім бойынша жасауларыңызға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.